Мен Базанадима Азаматқызы. Номер 133 негізгі орта мектебінің 6-шы А сынып оқушысымын. Ит адамның ең адалдысы. Сол итті тәрбиелейтін, баулайтын бір мамандық бар. Ол кинолог мамандығы. Қазір мен сіздерге осы мамандық туралы айтып беретін боламын. Мен есімім Ақымжанов Алмат Сейдрахманович болады. Бұл мамандыққа жұмыс істеп жатқанымда уже биыл 14-ші жыл болады. Бұл қызмет иттермен уже оқуға барып келдім, Алматыға, Заречный деген жерге, және бұл иттермен көп тірліктерді аштым. Сен осы мамандықты таңдадыңыз? Бұл мамандықты таңдаған себебім, мен бала кезден өскені военный болып жұмыс істеуге армандап едім. Арманына жеттім. Сол қызмет итпен қазір таңда жұмыс істеп жатырмын. Бұл қызмет итпен мен уже қаншама істер және шөп, анаша дейтіндерді тапқан. Кинолог. Иттерді тәрбиелейтін және үйрететін маман. Олар иттерге қарапайым бұйрықтардан бастап күрделі тапсырмаларға дейін үйретеді. Мысалы, есірткі немесе жарылғыш заттарды іздеу, жоғалған адамдарды табу, қылмыскерді ұстауға көмектесу. Кинологтар полицияда, шекара қызметінде, құтқару бөлімдерінде және жеке кинологиялық орталықтарда жұмыс істей алады. Кинолог болу үшін ең алдымен жануарларды жақсы көру керек. Сонымен қатар сабырлық, жауапкершілік, төзімділік, физикалық дайындық қажет. Өйткені итті үйрету үлкен еңбек пен уақытты талап етеді. Әр иттің мінезі әртүрлі. Сондықтан кинологтар қайсысына жеке тәсіл таба білуі керек. Бұл мамандықты арнайы колледждерде немесе әскери оқу орындарында меңгеруге болады. Сонымен қатар кинологиялық курстар арқылы да білім алуға мүмкіндік бар. Оқу барысында теория мен тәжірибе қатар жүреді. Мен бұл мамандықты таңдаған себебім жануарларға деген сүйіспеншілігім және адамдарға көмектескім келетіні. Болашақта өз ісімнің маманы болып, иттерді дұрыс тәрбиелеуге үлес қосқым келеді. Менің ойымша, кинолог болу тек мамандық емес, ол үлкен жауапкершілік пен адал еңбекті қажет ететін ерекше кәсіп. Сондықтан мен болашақта жақсы кинолог болуға тырысамын. Кинолог болу біреулерге сырттан қарағанда оңай сияқты болады, негізі қиын мамандық. Итпен тілдесе білу керек, иттің іс-әрекетін білу керек, және итпен балаша ойнау керек та. Ол сонда сен өзі айтқан бәрін істейді. Ал итті ұрып, или итке дөрекі істеп жүрсең, онда ит сен айтқан істемейді. Мені тыңдағандарыңызға рахмет.